Жалғыз басты ана болу қаншалықты қиын, мен де ұласырап отырмын. Бізге енді 11 ай. Жалпы негізінде Алла тағала жайдан жай адамға сынақты бермейді. Жайдан жай ондай жағдай, яғни осындай өмірді бермейді. Ол көтере алатын болғандықтан, біз енді сондайды көтере алатын болғандықтан, сондайға шыдай алатын болғандықтан Алла тағала естіп беріп тұр да. Асырау деп айтпай қояйын, әр бала өзінің несібесімен ғой құрсын. Өшім солай, енді мен біреуге бүйтіп ақыл айта алмаймын, әрине. Өшім, бұндай сұрақ қоймаңыздар. Басым ауырып кетеді. Күшті энергия көтеріп алыпсыз дейді. Қалай дейді. Негізі мен энергияны неден алам айтайын ба? Мен когда шопинг жасайым, өзіме бірдеңе алсам, энергиям көтеріледі. Сондай адаммын. Атак енді басқа нәрседе энергия ала алмайды екем. Қасқа деген еще бәрінің сұрағы, Ақбота, сен ұйықтап атқанда сені кім түсіреді? Біреу шығады, бұл деген камераны қосып қойып өтіріп ұйықтап атады деп. Неше түрлі фантазия ғой. Дәқта біреу дайды алып отыр. Бұл Қарақат. Менің мобилограф қызым осы Қарақат, қараңыздар. Осы қыз түсіреді. Так что енді құста Ақбота камерасын қосып қойып қайттан өтіріп ұйықтайды деген әңгіме жоқ. Мобилограф деген бар ғой, құрсын. Осы Қарақат деген қыз түсіріп жүреді. Еще деген сұрақтардың көбісі жеңгең мен ағам көрінбей қалды ғой, жеңгең қайда деп жатыр екен. Тағы да бір айта кетейін. Ағам деген Қызылордада жұмыста, сол жақтан бір ай бектаған. Жеңге мен соның қасында. Пока енді Қызылордада 2 аптада кеп қалуы мүмкін. Одан кейін қайтадан Шымкентке керек, короче, қала ауыстырып, пока енді жұмыс барысымен солай жүр. Ақша бар ма, апа, сыныптастармен қыдырам, ақшам жоқ, тамақ алуға да. Ақшаң жоқ болса, отыр үйіңде. Отыр. Түнде құрсын, қыдыруға да ақша сұраған емес. Жалпы негізінде мен өзімнің беретін садақам, немесе біреуге көмектесетін көмегім болсын, жаңағыда қайырымдылығым болсын, мен оны көрсетіп, елге жариялап бермейді екемше. Енді өзім беріп отыратын бар, беретін жерім бар дегендей ғой. Ал енді былайынша аудиториямды сіздерді араластырып, бір адамға көмектесіп, бір отбасыға баспана деген сияқты ондаймен мен айналыспаймын. Мен ондай адамның қатарынан емеспін, мен ондай блогер да емеспін. Жалпы енді қазір құсым неше түрлі шығып жатыр ғой, арт-артынан қайырымдылық туралы. Одан да қорқады екенсің негізше. Заман сондай болып кетті ма, сол жағынан енді мен өзім үйтіп араласатын, айналысатын адамның қатарынан емеспін. Жалпы мен деген өзім бір концертке бір қатты қызығатын адамдардың қатарынан емеспін. Бірақ енді бүгін Алматыда Қайрат Нұртастың концерті болып жатыр ғой. Біз Ғасқа деген оны келесі айдың 31-де жүріп қой. Сөйтсек бүгін екен ғой. Билет қарасақ билет жоқ екен. Сонымен енді бүгін Қайрекеңнің концертіне бара алмай қалған жайымыз бар. Помада қандай дегенде, негізінде мына карандаш, дәл қазіргі мына ернімде енді Лартен карандашы 03 и Dior'ның блеск. Өшім осында қазір. Сочный, мостиный болып тұрмын ба? Камсамида.